Бұл жаттығу денеңізді адам танымастай етіп өзгертіп жібереді. Жаттығулар туралы сөз қозғағанда сіз бірден ұзақ жаттығулар мен күрделі фитнес бағдарламалар жайлы ойлауыңыз мүмкін. Бірақ біз сізге денеңізді адам танымастай түбегейлі өзгерте алатын бір ғана жаттығу бар екенін айтсақшы. Иә, сіз дұрыс естідіңіз. Бір ғана қарапайым жаттығу таңғажайып өзгерістерге әкелуі мүмкін. Әлеуметтік желілерді қараған кезде біз денсаулық пен фитнеске қатысты көптеген лайфхактар мен құпияларды көреміз. Бірақ бұл үлкен көлемдегі ақпарат ішінде сіздің денеңіз бен өміріңізге едәуір өзгеріс алып келе алатын бір ғана қарапайым, бірақ өте маңызды жаттығу бар. Біз көптеген зерттеулер жүргіздік. Әртүрлі оқу бағдарламалары мен жаттығуларын зерттедік. Сонымен қатар, әртүрлі спорт пәндерінің жаттықтырушыларымен сөйлестік. Біздің зерттеуіміз бізді таңғажайып қорытындыға әкелді. Бұл қарапайым және қолжетімді жаттығу тек ең тиімді ғана емес, сонымен бірге барлығына ең қолжетімді болып шықты. Ол арнайы құрылғыларды немесе күрделі әдістерді қажет етпейді. Біздің зерттеуіміз тек өз бақылауларымызға ғана емес, сонымен қатар осы жаттығуды өздерінің оқу бағдарламаларында белсенді түрде қолданатын танымал тұлғалардың тәжірибесіне негізделген. Мысалы, The Rock деген атпен белгілі Дуэйн Джонсон сұхбаттарында бұл жаттығудың күнделікті жаттығуларында қалай шешуші рөл атқаратынын бірнеше рет талқылады. Бұл актер және бұрынғы палуан бұл жігіттерін ұстап тұру және экрандағы әртүрлі рөлдерге дайындалу үшін бұл жаттығуға үлкен мән береді. Сондай-ақ Marvel кинематографиялық әлемінде Торды ойнайтын Крис Хемсворт күш пен пішінді сақтау үшін өз жаттығуларында белсенді түрде қолданады. Тағы бір жарқын мысалы, Америка капитанының рөлін сомдаған Крис Эванс. Ол бұл жаттығу оның рөліне лайықты көрініп қана қоймай, сонымен қатар өзін күшті және төзімді сезінуге көмектескенін бірнеше рет айтқан. Бұл осы жаттығуды пайдаланатын атақты адамдардың бірнеше мысалдары ғана. Олар трендтерді ғана ұстанбайды, денсаулықты, күш пен фитнесті сақтауда тиімді екені дәлелденген жаттығуларды пайдаланады. Сонымен достар, жұмбақтай жасырған жаттығудың атын ашатын кез келді. Бұл қолды бүгіп жаза отырып кеудені жерден көтеру немесе қысқаша және орысша айтқанда отжимание. Бұл сіздің өміріңізді түбегейлі өзгерте алатын қарапайым және қолжетімді жаттығу. Бірақ сіз отжимание жасауға асықпас бұрын өте маңызды тармақтарға көңіл бөлгеніңіз жөн. Біз олар жайлы сәл кейінірек айтамыз. Ал енді көбіміздің көкейімізді тесіп бара жатқан сұраққа тоқталайық. Отжимание сіздің денеңізді қалай өзгерте алады? Отжимание бұл жай ғана қол жаттығуы емес. Ол бірнеше рет бұлшықет топтарын шынықтырады, өзегіңізді нығайтады және тұрақтандыратын бұлшықеттердің дамуына ықпал етеді. Бұл сіздің денеңізді күшті және серпімді етеді. Отжиманияны дұрыс орындау арқылы сіз кеуде, қол және арқа бұлшықеттерін нығайтасыз. Сонымен қатар дене қалпын және дене бітіміңізді жақсартасыз. Одан бөлек бұл жаттығу түрі сіздің фитнесіңізді және төзімділігіңізді жақсартады. Бұл жалпы денсаулығыңызға әсер ететіні сөзсіз. Алысқа кетпес бұрын сандар мен статистикаға назар аударайық. Мысалы, күніне 3 рет 10-15 қайталаудан отжимания жасасаңыз, кеуде бұлшықеттерінің 60%-дан астамын, иық бұлшықеттерінің 50%-ын және арқа бұлшықеттерінің 30%-на дейін шынықтырасыз. Сонымен қатар, сіз бір жаттығумен-ақ минутына шамамен 5-10 калория жағасыз. Бұл күш пен төзімділіктің жоғарылауымен бірге денедегі майды жағуға және дене пішінін жақсартуға әкеледі. Ал енді осы айтылған бұлшықеттердің күшеюі сіздің заттарды жеңілірек көтеруге, күні бойы өзіңізді жақсы қалыпта ұстауға және белсенді өмір салтына дайын сезінуге қалай әсер ететінін елестетіп көріңіз. Мүмкін қазірге дейін мән бермеген боларсыз, бірақ мұндай өзгерістер әрқайсымызды тамсандыратыны сөзсіз. Енді отжимание орындау кезіндегі маңызды сәттерге тоқталайық. Отжиманияны орындаудың дұрыс техникасы. Бастан тобыққа дейін денеңізді түзу сызық бойымен ұстап, арқаңызды бүкірейтпей, жамбасыңызды шамадан тыс көтермей орындау қажет. Бұл сіздің арқаңызға және беліңізге ауыртпалық түсірмеуге және жарақат алу қаупінен сақтайды. Отжиманияны орындаған кезде шынтақ денеңізге шамамен 45 градус бүгілгеніне және білектеріңіздің шамадан тыс иілмей, түзу күйде екеніне көз жеткізіңіз. Бұл қолдың буындары мен байламдарына шамадан тыс салмақ түсіп кетуінен сақтайды. Тыныс алуды бақылау және бастапқы кездегі қайталау саны. Жаттығу кезінде біркелкі тыныс алуды сақтаңыз. Денеңізді жоғары көтергенде дем шығарыңыз және түсіргенде дем алыңыз. Бұл дұрыс ырғақты сақтауға және шаршау сезімін азайтуға көмектеседі.
Бастапқыда аз қайталаулардан бастаңыз. Мысалы, күніне 2-3 рет 10-15 қайталаудан бастағаныңыз абзал. Жүктемені бірте арттырыңыз, бірақ бұлшықет жарақатын болдырмау үшін қажетсіз бұлшықет кернеуінен аулақ болыңыз. Отжиманияны орындаудың жүйелілігі, уақыты және жиілігі. Нәтижеге жету жолында отжиманияны орындаудағы жүйелілік маңызды рөл атқарады. Жаттығудың оңтайлы уақыты таңертең немесе кешке, бірақ ең бастысы жаттығуға ыңғайлы уақытты таңдау. Бұлшықет тонусын жақсарту және бұлшықеттерді нығайту үшін аптасына 3-5 ретке дейін орындау ұсынылады. Өзіңізге қолайлы қайталаулар мен жиынтықтардан бастаңыз. Оларды бірте көбейтіңіз, бірақ өзіңізді қалай сезінетініңізді бақылаңыз және қажетсіз стресстен аулақ болыңыз. Қажетті нәтижелерге қол жеткізуде отжиманияны орындаудағы тұрақтылық пен жүйелілік маңызды рөл атқарады. Жаттығу режимін қажеттіліктеріңізге және жайлылық деңгейіне қарай реттеңіз және денеңіздің реакциясын бақылаңыз. Есіңізде болсын, дұрыс техника мен жүйелі жаттығулар отжиманиядан максималды пайда алуға және мүмкін болатын жарақаттарды болдырмауға көмектеседі. Егер сізге біздің бейнеміз ұнаған болса және денсаулық пен фитнес туралы пайдалы кеңестер алғыңыз келсе, арнамызға жазылыңыз. Жаңа бейнелер туралы хабарландыру алу үшін қоңырауды басу арқылы жаңа жаттығулар мен кеңестерден хабардар болыңыз. Біздің кеңестер сізге пайдалы болса, лайк баса кетіңіз. Назарыңызға рахмет. Бұл кеңестердің сізге денсаулық пен фитнес сапарында көмегі тиеді деп үміттенеміз. Жаттығуларыңызға сәттілік. Келесі кездескенше.